Қасиетті Ережеп айында қандай амалдар жасаған дұрыс? Ассаламу алейкум баршаңызға. Қасиетті Құран кәрімнің Тәубе сүресінің 36 аятында расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардың 4-еуі құрметті айлар. Міне осы берік дін. Онда бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер делінген. Сондықтан Ережеп айының барша мұсылмандар үшін орны бөлек. Алланың айы саналатын Ережеп айында қайырымды істерді атқарып, нәпіл және түнгі құлшылықтарды көптеп жасасақ, сауабының да молырақ болары сөзсіз. Ережеп ең ұлық ай, өйткені бұл Алланың айы. Оған дәлел пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай келеді. Ережеп Алла тағаланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы. Көптеген ислам ғұламалары бұл қасиетті айларды былайша жіктеген. Ережеп құрмет айы, Шағбан қызмет айы, Рамазан нығмет айы. Немесе Ережеп ғибадат, Шағбан тақуалық, Рамазан осы екеуінің жемісін арттыратын ай. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім қасиетті айларда Зулқағда, Зулхиджа, Мухаррам және Ережеп 3 күннен ораза ұстаса, амал дәптеріне 900 жылдық ғибадаттың сауабы жазылады. Хадисті риуаят еткен Анас ибн Малик радиаллаху анх бұл хадис жайлы: егер осы хадисті пайғамбарымыздың аузынан естімеген болсам, керең болайын деген екен. Пайғамбардың бұл сөзі Ережеп айын құлшылықпен өткізген пендесіне Алланың жақсылығы мол келетіндігін байқатуда. Осы айда ұсталған нәпіл оразаның сауабының көптігі жайындағы хадисте шындығында жәннатта бір өзен бар, оны Ережеп деп атайды. Оның суы сүттен ақбалдан тәтті. Кімде-кім Ережеп айында бір күн ораза ұстаса, Алла тағала ол пендесіне осы өзеннің суын ішкізіп, дәмін татқызады делінген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисте: мені мұқият тыңдаңдар. Ережеп адамдардың ұрыс-керіске араласпай тыныш, бейбіт жүретін Алланың айы болып табылады. Кімде-кім жүрегімен сеніп және шын пейілмен маңыз беріп Ережеп айында бір күн ораза ұстаса, ұлы Алланың ризалығына бөленеді деп айтқан. Ережеп айында қасиетті түн бар. Ол Миғраж түні. Миғраж Ережеп айының 26-нан 27-сіне қараған түн. Миғраж оқиғасы хижреттен 1,5 жыл бұрын Ережеп айының 27-ші түнінде болды. Миғраж сөзі жоғары шығу, ал Исра сөзінің мағынасы түнгі сапар дегенді білдіреді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Миғраж оқиғасын былайша баян етеді. Құлын Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бір түні өзіне белгілерімізді көрсету үшін Масжид харамнан біз айналасын мүбәрак қылған Масжид Ақсаға апарған Алла әртүрлі кепшіліктен пәк, шексіз. Ол естуші, білуші. Қорыта айтқанда, хақ елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өзі Ережеп, Шағбан, Мухаррам, Шәуәл айларында ауыз бекітіп, руханиятқа ерекше көңіл бөлген. Ережеп айының жұлдызы туғанда парасат падишасы саллаллаху алейхи уассалам: уа ұлы жаратушы, Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр, бізді қасиетті Рамазанға аман-есен жеткізгейсің деп дұға жасаған. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Ережеп пен Шағбан ұдайы ауыз бекітіп, нәпіл ғибадаттарды молынан атқарған. Ақиқаттың ақжал толқыны сахабаларда осы мезгілде бір ерекше қарқынмен құлшылық жасайтын. Парызбен қоса нәпіл құлшылықтарын орындап, жоқ жітікке, жетімдер мен кембағалдарға қол ұшын созып көмектесетін.
Сол үшін Иса мұсылман мұндай қасиетті айларды құр жібермей, қадір қасиетін бағалап, бейне құлшылық пен ізгілік жасауда жарысқан жандардай күй кешкені жөн. Ережеп айының келуімен алдағы Рамазан айының да лебін сезе түсеміз. Рамазан айына деген рухани дайындығымызды пысықтай түсуде Ережеп айының берері мол. Өйткені Ережеп Алладан келер жақсылықтың бастамасы. Алла елімізге осы айдың берекесін нәсіп етсін. Жұрт тыныш, ел аман, дініміз бүтін, халқымыз аман болғай.